Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті отандастар. Мен Қазақстан жастары, тәуелсіздіктің төл құрдастары атынан сіздердің алдарыңызда сөз сөйлеп тұрғаныма қуаныштымын. Біздің буын қастерлі тәуелсіздік тұсында дүниеге келген шын мәнінде бақытты ұрпақ. Өйткені жарқын болашағымыздың баянды болу үшін елімізде барлық жағдай жасалған. Ал бұны кез келген мемлекет мақтанып айта алмайды. Ал біз болсақ, татулық пен тұрақтылықтың алтын бесігіне айналған тәуелсіз Қазақстанда ғұмыр кешіп, еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлесімізді қосу үшін білім алып еңбек етіп келеміз. Бүгінде қасиетті мекен Қазақстан көптеген этнос өкілдерінің берекелі босағасы, жазиралы жер ұйығына айналды. Біздің барша ұлттық келбетімізбен болмысымыз, салт санамызбен дәстүріміз, ұлттық мәдениетпен тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің елдігі жас ұрпағын парасатты да білімді, іскерде қабілетті, отаншыл тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік тілдің атқаратын қызметі орасан зор. Міне, өздеріңіздің алдарыңызда тұрып, қолымды жүрегімнің тұсына қойып, мен бақыттымын. Мен шын мәнінде бақыттымын, достар. Мен қазақ еліме, қазақ тіліме бақыттымын деп үлкен қуанышпен, үлкен мақтанышпен айта аламын. Құдай қаласа, қазақ жерінің келіні болып, қазақи дәстүрмен ол қыздарымды тәрбиелесем деп армандаймын. Қазақтың киелі қара домбырасын қолыма ұстап, Құрманғазының күйлерін шертіп өскен мен, ұлтым қазақ болмаса да, жаным қазақ. Қазақстан туған жерім, қасиетті кіндік кескен мекенім. Мемлекетіміздің әрбір табысын біз жастар өз жеңісіміз деп біліп мақтан тұтамыз. Әр құтты қадамына жан жүрегімізбен қуанамыз. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, елде жүзеге асып келе жатқан барлық жасампаз істердің басында сіз өзіңіз тұрсыз. Бізді осындай бақытты күнге жеткізгеніңіз үшін сізге деген алғысымыз шексіз. 20 жыл ішінде кірпішке кірпіш қалап, сәулетті үй тұрғызғандай құтты шаңырағымыз киелі Қазақстанның бас сәулеткерісіз. Сондықтан біз жастар әрдайым өзімізге қарап бой түзейміз. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп 100 жыл бұрын Ұлы Абай айтып кетсе де, сіздің Қазақстандық жол атты кітабыңыз біз үшін Абайдың қара сөздері сияқты өмірлік нұсқаулығымыз. Өйткені мәдениет, ұлт даналығы, білімге, ғылымға құштарлық секілді сөздер байқаған адамға ғана осы кітаптың әрбір жолының астарында жатыр. Сол себепте жастар арасында сілкініс туғызып, жаңа өмірге, жаңа қадам басуға бірден бір септігін тигізетін бұл кітап жастардың ең сүйікті кітабына айналды. Құрметті президент мырза, біз жастар бойымыздағы бар білімімізбен жастығымызды Қазақстанның болашағы үшін арнаймыз. Сіздің бар сеніміңізді ақтаймыз деп уәде беремін. Қымбатты президент мырза, біз жастар әрдайым өзіңізбен бірге. Қымбатты достар, сөзімді өзімнің жазған өлең шумақтарымен аяқтағым келіп отыр. Туған жерім, кең байтағым, бесігім, қайда жүрсем мақтан етем есімін, қасиетті кіндік кескен мен үшін Қазақстан елбасымен бұл қос ұғым. Қазақ тілім тас бұлақтай тұнықсын, ерекше райхан гүлдің жұпарысың, сұлудың нәзіктігі де өзіңде, даланың жазықтығы да өзіңде, самғаған қыран құстың жанарысың. Домбыраның күмбір қаққан сазындай, жұмақ әні, хош есті жазындай, жылатасың,
жұбатасың, жырлайсың, жан дүниемді сөзіңменен толғайсың. Самғай берсін биікке бақыт құсы, өзгермесін туымның мөлдір түсі, тыныштықта, мейірімде ғұмыр кешіп, бар тілекпен бар арман орындалсын. Елім менің егеменді, тәуелсіз, рухани қазынасы бай халықпыз. Қазақстанның елбасы жасай берсін мәңгілік қазағымыз. Рахмет. Рахмет, Анна.